егер де жүкті келіншек шашын жүктілік кезінде қиятын болса, онда баланың ғұмыры қысқа болады деген нәрсе бар. Жалпы қыздар, бұл нәрсе қайдан шыққан? Баяғы заманда медицина дамымаған кезде, перзентханалар болмаған кезде, ауруханалар болмаған кезде әйелдер далада босанатын болған. Білесіздер, жалпы босану кезеңі әйел үшін, бала үшін өте бір сондай күрделі кезеңдердің бірі. Кез келген ситуация болуы мүмкін, кез келген асқыну, осложнениялар болуы мүмкін. Және де ежелде, мысалға, бала дүниеге келген кезде бала демалмай жатса, мысалға, босану процесінде қандай да бір асқынулар болды да, бала демалмай жатса, онда босанып жатқан келіншектің шашы ұзын болған, және де ол шаштың шетін баланың аузына тығып, баланың демалу жолдарын мұрнына тығып, аузына тығып, демалу жолдарын тітіркендіріп, баланың демалу процесін бастауға көмектесетін болған. Сол себепті бұрын ежелден жүкті келіншекке шашыңды қима, шашыңды қисаң баланың ғұмыры қысқа болады деп айтатын болған. Яғни, мысалы, әйел босанып жатқан кезде балада қандай да бір асқыну болып, бала демала алмай жатса, әйелдің шашы қысқа болса, яғни жаңағы баланы тітіркендіру, баланың демалу жолдары тітіркендіру үшін құрал табылмаса, онда бала шетінеп кетеді деген сияқты сондай ұғым болған. Сондықтан да жүкті келіншектерге шашты қиюға болмайды деп айтатын болған қыздар. Бірақ қазіргі таңда ешкім далада босанбайды. Барлығы перзентханада, ауруханада босанады. Қазір медицина дамыған, балада қандай да бір асқынулар болып жатса, алғашқы көмек көрсетуге арналған құрылғылар бар. Ешкім қазір әйелдің шашын, баланың демалу жолдарын тітіркендіру үшін қолданбайды. Сондықтан қазір қыздар, ол жай ғана миф. Егер сіз жүктілік кезінде шашыңызды қиғыңыз келсе, қиюға болады. Ол ешқалай баланың өмірінің, ғұмырының ұзындығына әсер етпейді.